Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге әлемдегі ең керемет, ең дәмді синабон бөлкесінің рецебімен бөлісемін. Енді бір жасағаннан шығады. Сөзбен жеткізіп айта алмаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші 250 грамм жылы сүт, 140 грамм қант және біраз қасық құрғақ ашытқымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды саламыз 80 грамм және бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Илектен өткізілген 600-650 грамм ұн саламыз. 50 грамм минус плюс жүреді ұн. Менде жоғары сұрыпты ұн болғандықтан 600 грамм салдым. Егер де сіздерде бірінші сұрыпты ұн болатын болса, 650 грамм саласыздар. Қолымызбен жақсылап илеп аламыз, қамырымызды жұмсақ қылып. Сұйық майды құямыз азғана мөлшерде, себебі қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымызды илеп алдық. Осындай әдемі жылтыр қамыр шықты. Бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 150 грамм қант, 15 грамм даршын қосамыз, яғни корица қосып, екеуін жақсылап қантпен араластырып аламыз. Қамыр дайын болды. Квадрат формасындай қылып, 4 бұрышты қылып жайып шығамыз. Бірден жайсаңыздар оңай болады. Қараңыздар, қамырымыз әдемі болып көтерілген. Бірден жайылса, осылай жұп-жұмсақ болып күшті жайылатын болады. Қамырды жайып алдық. Шамамен 1 сантиметрдей қылып, 50 грамм жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды барлық жеріне бірдей қылып жағып шығамыз. Сары майды жағып шықтық. Алдын ала дайындап алған корицаны, яғни даршынды барлық жеріне жететіндей қылып сеуіп шығамыз. Енді қамырды бір шетінен орап, рулет тәріздес қылып, содан соң осындай қарапайым жіппен осылай бір келкі қылып, X қылып кесіп аламыз. Сонда формасы әдем болып, бір келкі болып кесіледі. Противенге пергамент қағазын төсеп, бөлкелерімізді орналастырып шығамыз. Арасын 1 сантиметр алшақтатып орналастырамыз. Себебі піскен кезде бөлкелеріміз көтеріледі, сонда бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай орналастырып шығамыз алшақтатып. Содан соң пищевой пленкамен орап, 10 минутқа қалдырамыз. Сонда бөлкелеріміз әдемі болып көтерілетін болады. 10 минут өткеннен соң синабон бөлкелері әдемі болып көтерілген. Жұмыртқаның сарыуызына 1 шай қасық сүтімізді қосып, бөлкелеріміздің бетіне жағып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Алдын ала пештеріңізді қыздырасыздар, сонда әдемі болып пісетін болады. Енді помадкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм қаймақ қосамыз, 20%-дық, және қант ұнтағын қосамыз, 130 грамм.
сахарный пудра, яғни жақсылап екеуін лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Помадка дайын болды. Сұйықтығы осылай болады. Енді ыстықтай пісіп тұрған бөлкенің үстінен жағып шығамыз. Міндетті түрде бөлкелеріміз ыстық болу қажет. Сонда бір-біріне сіңіп, еріп, әдемі болады. Суытып шаймен ішіңіздер. Өте ерекше болып шығады. Менің отбасыма ұнады. Сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. бір жасағаннан шығады. Рецептісі қолжетімді. Описание бөлімінен қарай аласыздар. Және менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге осындай тәп-тәтті, дәмді бөлкелердің рецептерімен бөлісіп отырамын. Суытып шаймен ішіңіздер. Дәмі өте ерекше. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Балғын, хош иісті, сіздермен болған Жансая.